Ұлы даланың жауынгер халқының аңыздарынан тау да, тас та, көк те, жер де мәңгі сыр шертіп тұр. Ұлы даланың ұшы-қиыры жоқ кеңістігінен тарихтың толқынында жеті ғашықтың мұңы мен махаббат әні естіледі. Балқаш бай жылдар бойы мұрагерін асығып күтсе де, Тәңір оған жалғыз қыз береді. Уақыт өте келе қызы айдай сұлу бойжеткенге айналады. Бай енді баршаға жар салып той жасап, өзіне лайықты құда, күйеу жігіт іздей бастайды. Мен де абыралы байдың атқосшысы болып, Балқаш байдың еліне жол тарттым. Сол күні кешке атты отқа қойған соң, ауыл шетіне шығып, домбыра шерте бастадым. Домбыраның сазды әуеніне елтіген бойжеткен жаныма келді. Ол менің домбыра тартып отырғаныма таңырқай қарады. Мен де оған бай қызының жай қызметші киімін киіп алғанына таң қалғанымды жеткіздім. Өзінің бай қыз екенін танып қойғаныма ашуланған ерке қыз отауына жүгіре жөнелді. Сұлу қызға бір көргеннен ғашық болдым. Бұл бойжеткен Балқаш байдың ерке қызы Іле болатын. Той жарыстарының бәрінде жеңіске жеттік. Сол ойын тойларда Іле екеуміз жиі кездесіп жүрдік. Арамыздағы сезім ұшқыны шынайы махаббатқа айналып, қашуға бел будық. Қашқанымызды біліп қойған Балқаш бай артымыздан қуғыншыларын жіберді. Бақытты сәтіміз ұзаққа созылмады. Іле мінген ат болдырып, жартастан тайып кетті. Сүйіктіне қол ұшын созғанда өзім де құладым. Балқаш байдың қатал қаһары қайғыға айналды. Жалғыз қызынан айырылған бай қызын құшақтап қайтыс болды. Байдың көз жасы бұлаққа айналып, сол жерде кейін Балқаш көлі пайда болды.